бүкіл жуалы сыйлаған, келін түсу тойына доллар жинаған. Армандар көптен жүреді, осы еді ғой тілегі, келінді болдым дегенде жарылардай жүрегі дегеле. Айналайын келген осындағы бабаңыздың орынбаса дендік бабаңыз қайнатаңыз Байжан қайнатасына мың сәлем, қоңыраттар көкеме поддержка. Айқайшыларың қайда, көкемнің ағайын туысқандары. Көке, ортана. Көкем не салар екен? Ай, бәрекелді. Ай, тамаша. Байжан көке, көке. Рахмет көкем. Алжыңдар әзіл шипасын. Көкемнің бастамасы сұлды бе? Молодец көке. Дұрыс, қазақ атамыз не деп айтқан, жиған тергенің бала шағаңның тойына қызығына шашылсын деген ғой. Дұрыс көке. Бар осылайға шаш. Өзі келеді бәрі. Мінекей шаңыраққа баға жетпес байлық үйлеріңізге бір адам қосылып жатыр. Білесіздер ме, мынау ұлы жүздің қыз екенін? Дулаттың қызы, айналайын келінжін қарындасым екенсің. Дегенде дулаттың ұрпағымыз, дегенде қарға тамырлы қазақтың ұрпағымыз. Бәріміз бір-бірімізден қыз беріскенге не жетсін. Құдандалы құда бол, құдалықтарымыз мың жылдық емес, мәңгілік болсын деп бір шапалақ ұрайықшы. Көкемнің жасағанды жешем жасай ала ма? Жылды жешем қаяқта жасай ма? Жылды жешем қаяқта тұр. Жешемнің ойында түгі жоқ, бүгінше бір түрлі болып жүр. Аң-таң нағып жүр, мыналардың бәрі деп жүр жешем. Жеше, сәлеметсіз ба? Қашан келдіңіз? Бағанағы берешемден мұңай десеңші. Бар ма бірдеңке салатын келінге деген, тамаша, айналайын келін, енеңе деген ардема. Сәлемдерің болып тұрсың, жұлдыз жеше, билеп шығып. Абысыңдар қайда? Жешемнің абысыңдары, осындайда қошеметтерің болмаса, ей тамаша, ей бәрекелді. Сая болар бір саған, кезің болса шаршаған, сені күнде армандап, сені күнде аңсаған. Қуанышқа бөленді, қуанышқа кенелді, танып ал енді келін жан. Осында шапқылап қуанып жүрген жұлдыз атты енеңді дегелі жеше. Билеп барып жақсылапсаңызшы. Билеп барып. Көкем ұрлы жоқсыз ба? Көкем барын шашып кетті ғой. Айтады ғой, бүркіт шашып жейді, қарға астында басып жейді дейді. Бүркіттің ұрпағы болып отырған көкеме тартсаңызшы. Соның қасында жүр, бір сылығы жұққан шығар. Бар ма бірдеңке? Бағанағы жинескейде тігіп атқан ақша қайда? Келіндер алып шығады дейді бана. Жешем қызыл көрпенің арасында тығып атқан қашеметті шығады. Молодец жеше, енеңізге сәлем жасап тұрайық кәдімгі. Ей, жәндерім бәрекелді. Мынау енді білесіздер ғой, Өзбек